КМ командасы Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетінің ректоры Кенжебаев Кенжеғали Кенжебайұлына алғыстарын айтады. Және соңғы сәлемдесу ортада Аралас Арал. Добрый вечер, Астана! Күте қалыңыздар ма? Достар, шынымен де қазақ бұл, бірақ орынбордың қазағы. Кішкене орысшалау, есімі Абай. Бос уақытында футбол ойнайды. Бос емес уақытында футбол ойнамайды. Бұл менің жиенім. Қазақта айтады ғой, жиеннен туған жиен шар дейді. Дұрыс айтады, е? Жиеннен туған жиен шар. Кеше машинаны апарып соғып тастады. Жиенім ғой. Бауырым тека досым көрсін дедекер. Only you can make all this world seem right. Only you. Hi. Hello. Oh, good morning, teacher. Good morning, children. Ағылшынша құтты болсын, молодец, жарайсың. Ал енді, сен ағылшынша қатты білесің ба? No smoking. Yes? Онда мен саған сұрақ қояйын, тексерейін. Ананың ағылшыншасы? Mother. Әкенікі? Father. Ағаныкі? Ағазы. Жылқының ішек майы? Қазы. Алма қоятын? Ваза. Керемет, мына есіктің алдына шығасың, ана үлкен тұратын не ол? Тау. Oh my God! Oh my God! You Марат Остаев. Марат Остаев. What is your name? What is your name, Марат Остаев? Өзінің атын өзі білмей ғой? Не болды саған? Әділ қазылар алқасына келіп аузына келгенде оттап. Не, біз ағылшынша білмейді дейсің ба? Ой, өтісін дейм ба? Thank you. My name is, оңбаған news. Тәрбие көрмеген news. Ой, ноутбук. Ой, YouTube. Кішкене жан-жағыңа қарауға болады ғой. Кішкене мәдениеттірек ойнауға болады. Қойшы бауырме. Қойш, айттың өзімде маған мына рөл ұнамайды дедім. Тасташы, менде басқа да өнерім бар. Басқа өнерің бар ма? Бар, өнерім бар. Енді басқа өнерін көрсетші, әкелші ал. Қандай өнер? Фокус. Не дейді? Фокус. Мүмкін фокус шығар. Мүмкін фокус шығар. Ал, көрсетші ал. Мына кел, мен де салып көрейін. На, өзің істешейші осыны. Достар, ғажайыпты тылсым дүниеден іздеп қажеті жоқ. Ғажайыпты мынандай жерден көруге де болады. Көреміз. Келес, кіре берсін. Шылдырлың. Шылдырлың, таң, шылдырлың. Ана есін ана жіп кетсін ағаштан алманы? Я? Ана піс деген ғой? Бәрі маған. Бәрін жоқ. Саған қағаз толтырып әкел деген жоқпын ба? Міне тұр, толтырып ақ келдім бәрін. Мына жерге не жазып қойсын? Пол десе ағаш несі? Пол деген ер, әйел болып бөліну керек. Біздің үйдің полдары бөлінбейді, ер, әйел деп. Бәрі ағаш біздің үйде. Не істей аласың? Не істей алмайсың де маған? Ал не істей алмайсың ал?
біраз нәрсе істей алмаймын негізі. Құрылысқа жоқпын, қора тазаламаймын, мал баға алмаймын, су туралы мүлде жолай алмаймын, электр энергиясымен айналыса алмаймын. Сонда не үшін келдің сен? Аспазшы керек депсіңдер ғой. Тамақ пісіре аласың, ә? Үйретпейсіңдер ме не? Сен айлығың қанша екен білесің ба? Қанша? Қолыңа 60 береміз. Аяғыма ше. Басың ауыр ма сенің? Ішесің ба? Бар ма? Біздің жұмысқа ішпейтіндер керек. Айлық қанша болады ал? 150 мың теңге. Онда шем. Ішкеше үйіңе нан апармайсың ба? Алдында бір жұмыста істедім. Бірінші айлығымды алдым. Ішіп қоймай бірінші айлығыңа нан апар үйіңе деді. Сосын 200 мыңға нан сатып алдым да. Үйге апарғам ғой. 2 күн жедік па, жемедік па, қатып қалған бәрі жарамай қалды ғой. Жарамайсың ба, боссың ба? Бар, есік сыртынан жап, бар, кет давай. Қалай жарамайсың сонда? Кәдімгідей жарамайсың біздің жұмысқа. Сен өзің құқығың білмейсің. Менен кемшілік табайын дедің менің сен? Сен айтып отқандарың бәрі дұрыс емес, бірақ айтқан нәрсең дұрыс болды сол. Қайсы дұрыс ал? Алма шынымен де көк екен. Достар, құрмет көрермендер, жалпы бүгін Арал қаласын біз басқа қырынан көрсеткіміз келіп. Бірі білсе, бірі білмейді. Аралда Виктор Цойдың «Ине» атты кинофильмі Арал қаласында түсірді. Сосын Юлия Савичева мен Т-9-тің «Кемелер» атты бейнебаян Арал қаласында түсірді. Осыдан шығатынды қорытынды. Арал шағын Голливуд. Енді Аралға, Голливудқа кішкене ақша бөліңіздер. Дұрыс сериалдар шықсын дегендей ғой енді. Аралас командасы Арал қаласында. Көрініс сайысы ортада Аралас Арал. Махаббат пен достықтың орны бір бөлек. Ал әскердегі досының сүйікті қызын өзіне қалыңдық қылып алған досының орны қандай екен? Оны өздеріңіз қараңыздар. Бүгін келді, бүгін хабарласамыз. Кел, отыр. Ауыл деген керемет екен ғой, күшті ғой. Ауыл ғана керемет емес. Не жаңалық өздеріңде? Не жаңалық? Мәселе сода болып тұр ғой. Айтсаңдаршы, не жаңалық? Не жаңалық? Жаңалықты ана кісіден сұраңыз. Мына өлема не жаңалықтың бәрі? Жаңалықты құлай біледі. Не жаңалық бар ауылда? Ой, жаңалық дейтінде жаңалықтың негізі. Ондай отты қатты жаңалықтың. Ауылды өзің көрдің ғой, дым өзгермей, ештеңе өзгерген жоқ қой. Өзіңде не жаңалық, сен әскерден сен келдің ғой, айтса. Бізде деген жаңалықтың көкесі бар ғой. Жұдырыңа не болған? Бұл жұдырық не көрмеді десейші? Бүгінде біраз нәрсе көрейін деп тұрам. Осы жұдырық қой әскерде азаннан кешке дейін жағын айырасың, аузын сындырасың, рақат қой. Өлең айтқызып қоясың. Пол жоғызасың. Не болды саған? Досыңды ұрмай шығарсың. Кімді? Не жылап отырсың? Не жылап отырсың? Қуаныштан ғой досым. Сағынған ғой. Сағынған ба? Бұл не деген қуаныш? Бұл не деген бақыт? Сендер не көріп жатсыңдар ауылда? Қызықтың бәрі армияда ғой. Әскерде. Бияқта не көріп жатсың десең? Не көріп жүрсіңдер ауылда? Бұл жақта той көріп жүрміз. Не той? Той, бетой. Құрметті құдалар, 8-ші столға жайғасыңыздар, таныс сөз ба? Айтпашы, Айжан қайда? Мен күтіп алам деп еді, қақта жүр екен өзі? Айжан қайда? Айжан үйде ғой. Үйінде ғой. Кімнің үйінде? Кімнің үйінде? Вот кімнің үйінде? Мәселе сода болып тұр ғой, кімнің үйінде дегенде тырнақшаға алып қой. Жақсы өзінде. Болды. Нағыласын, толағай, тыңдама оны. Баяғы сол лыпылы ғой сол. Нағыласын, досым, жұмыс істейсің ба, жұмыс? Істеймін. Мына Аралдың ар жағында Құланды деген жерде мұнай бұрғыланып жатыр.
Со 15 күн жұмыс, 15 күн демалыс, жақсы ғой. 200 мың теңге айлығы бар. Жақсы ғой мынау. А? Істеймін. Бүгін кету керек. Бүгін? Қазір кету керек. Бүгін келіп жатыр ғой қаяқтан. Ауылда көрсін, тағы да көретін нәрселер бар дегенде. Әскерден бүгін келдім ғой мен, ата-анамды сағындым. Қасында болмайын ба шамалы? Айтпақшы, әскерден сендерге сыйлық алып келдім. Сыйлық. Қазір көрсетем. Сыйлықты, аха. Аузын жауып отыршы. Тапсырыс бересіздер ма? Тапсырыс. Мынаның аузын тігіп тастайтын ине жеп, я болмаса бір скотч әкеліп берші. Сіз? Жоқ, сен одан бітсей. Көп салфетка келсей. Неге? Қуаныштан төгілетін жас көп болып тұр ғой бүгін. Кетті ма? Қуандық аға емес па баяғы, оған 20 мың теңге қарыз едім ғой, мен білесің ба? Келгені кеше ғой, қалай қарыз болушсын? Осы жерде әскерге кетіп бара жатқан кезде тойлаған жоқпыз ба? Сол ма? Байымдама, оны 20 мың теңгені Айжан төлеп тастаған. Қой, Айжан төлеп тастады? Не болыпты төлесе? Ештеңе болған жоқ. Қалай сонда деп отқан ғой мен өзім. Машинаға 20 мың теңге жетпей қалады болды. Қайдағы машина? Не айтып отырсыңдар сендер? Осы Айжан десе не? Бір түрлерің бұзылып, бір-бірінен бір нәрсе жасырып отқанда, я? Өмір заңы қатал, күнім батып таңым атар, сен біреуді ұнатасың, ол да соны ұнатады. Сен Айжанға үйленіп алдың ба не? Үйленіп алды. Айтшаш? Қой, үйленді ма не? Үйленіп алды. Құтты болсын, айтпайсың ба бағанадан бері? Уайымдамаңдар, осы ма жасырып отқандарың? Мен деген Айжан екеуміз кетіп бара жатқанда жүрмей қойғанбыз. Жүрмей қалдың ба не? Жүрмеймін ғой. Қазір деген мен Гауһармен жүріп жатырмын. Гауһар! Гауһар ше баяғы. Сейдіғалиева! Сейдіғалиева. Сол ғой менің қызым қазір. Өмір заңы қатал, күнім батып таңым атар, сен біреуді ұнатасың, ол да оны ұнатады. Толағай, Жұмыс бар ма? жұмыс бар.